Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде дүниетану сабағы. Сабақтың тақырыбы тазалық, денсаулық кепілі. Оқу мақсаты жеке бас гигиенасын сақтау маңыздылығын дәлелді түрде түсіну. Ал қанекей балалар, біздің оқулықтың бас кейіпкері ботаның қоржынында не бар деп ойлайсыңдар? Ендеше, оны табу үшін жұмбақтарды шешіп көрейік. Аузы жоқ, сөзі жоқ, бірақ та тісі бар, басыңмен ісі бар. Бұл не? Тарақ. Өзі кірді ашады, суға салса қашады. Сабын. Тістің бәрін аппақ қылып, тигізеді септігін. Тіс пастасы. Арқалығы сүйектен жапсырылған қылы бар, тістен көрсек кірлерді тұра алмайтын жыны бар. Тіс щеткасы. Қарап тұрсаң өзіңде, ертемен күнде сен. Сурет түсер көзіңе, қолыңа сүйкесең. Айна. Аузы жоқ, көзі жоқ, жуынып болғанда, тілі жоқ, сөзі жоқ, жүреді қолдарда. Дұрыс айтасыңдар, бұл жұмбақтың жауабы сүлгі. Ал енді балалар, осы заттардың бәрін бір сөзбен біз не деп айтамыз? Иә, ботаның қоржынында жеке бас гигиенасына қажетті заттар бар екен. Осы заттар не үшін қажет деген сұраққа жауап беріп көріңіздерші. Тамаша. Бұл заттар шашты, тісті, теріні күту үшін қажет. Ал ендеше, қазір біз бейнероликті тамашалап көрейік. Ауыз қуысының тазалығы. Сәлем, менің атым Руслан. Менің тістерім сау болғандықтан, күлген кезінде әдемі көрінеді. Тістің сау болу үшін не істеу қажеттілігін білгілерің келеді ме? Тісті қашан тазалау қажет? Мен тісімді күніне 2 рет, әр жолы 2 минут бойы тазалаймын. Таңертең және ұйқы алдында. Тісті неге тазалау қажет? Тістің оң шұңқыр жүйегінде кішкентай бактериялар өмір сүреді. Олар тістің арасында қалған тамақтың қалдығын жейді. Осы бактериялардан бөлінетін қышқылдардан біздің тісімізде кішкентай тесіктер пайда болады. Осы тесіктерді кариес деп атайды. Кариес пайда болған кезде тіс ауырады. Сондықтан тіс дәрігеріне барып тісті емдеу қажет болады. Жақсы балалар, ауыз қуысын қалай күту керектігі туралы көрдік. Енді суреттерге қарап, гигиена ережелерін құрастырып көрейік. Күнделікті жылы сумен және сабынмен жуыну қажет. Шашты таңертең және кешке тара. Таза киім киіп, тырнағыңды уақытымен ал. Ал тісті күніне 2 рет жу. Тамаша, осы ойымызды қандай қорытынды шығаруға болады? Дұрыс айтасыңдар, тазалық, денсаулық кепілі. Ал енді балалар, сен білесің бе айдарынан қызықты мәліметпен білімімізді толықтырып алайық. Сен білесің бе? Ертеде сабынды майлы жіліктерді қайнатып, оған алабұтаның күлін қосу арқылы дайындаған. Сабағымызды қорыта келе, денсаулық зор байлық екенін тілге тиек етеміз. Деніміз сау болу үшін үнемі таза жүру керекпіз. Ал балалар, үйде қолдарың босаған кезде шаршы матадан бет орамал жасап көріңдер. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.